сәлем бердім. Менің атым Жанболат Даяна. Мен номер 37-ші мектепте 3В сыныбында оқимын. Мен бүгін сіздерге құрмадан дәмді шипа сусын жасауды үйретемін. Бірінші құрманы дәнегінен ажыратып аламыз. Бұны суға салып, әбден тазартып жуып аламыз. Содан кейін құрмалардың дәнектерін сүртіп аламыз. Содан кейін 500 мл суға құрманы саламыз. 20 минут қайнатып аламыз. Отып жылы күйінде ішуге болады. Дәмі тұзды болып көрінуі мүмкін. Ішу уақыты тамақтан бұрын 3 рет ішу керек. Емдеу курсы 7 күн. Бұл асқазан ауырғанда, қызу кезінде, бетке дақтар шыққан кезде, басын ауырған кезде көмектеседі. Сізге осы видео ұнаса, менен лайк.